Кемел адам Қайрат Жолдыбайұлы. Ұлы мақсат, биік мұрат. Биік мақсат, зор үміт, ұлы пікірі жоқ, өмірі хайуан тірлігіне ұқсас. Ахмет Байтұрсынұлы. Лев Толстой саналы адамға ішіп-жеп, ұйықтап ояну өмірдің негізгі мәні бола алмайды деген екен. Әлбетте солай. Бұл ғаламға келіп кеткен небір данышпан, хәкім атаулы өмірдің мәнін адам баласының бұл дүниедегі ұлы мақсаты мен биік мұратын іздеген. Жалпы адами ұлы мақсат мұратқа қатысты Шәкәрім Құдайбердіұлы 1911-1915 жылдары Тройц қаласында жарық көрген қоғамдық, саяси және әдеби басылым Айқап журналының 1912 жылғы кезекті санында білімділерге бағыштап, Алланың адамды жаратудағы мақсұты не? Адамға тіршіліктің ең керегі не? Ең жақсы адам қандай кісі? Деген сынды пәлсапалық сауалдар жолдауы тегін емес. Әуелі айтарымыз, өзін терең танымаған, өмірдің мәнін түсініп, жаратылыстың түпкі мағынасын ұқпаған адамда ұлы мақсат пен биік мұрат болмайды. Ондай пенде шынайы кемелденіп, кәміл адам дәрежесіне көтерілуі екіталай. Абай атамыз адамды сүй, Алланың хикметін сез. Не қызық бар өмірде онан басқа деп, өмірдің мәні адамзатты сүю мен Алланың хикметін сезу екенін айтады. Алланың хикметі тіршіліктің мәні болмақ. Дана ойшыл 17-ші қара сөзінде, өзің үшін еңбек етсең, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Ал адамшылықтың қарызын өтеу үшін еңбек етсең, Алланың сүйген құлы боласың дейді. Осындағы Абай айтқан адамшылықтың қарызы деген не? Меніңше ғұлама адамшылықтың қарызы деп адамның жаратылудағы негізгі миссиясын айтып отыр. Олай болса, адамның негізгі миссиясын Құраннан іздеп көрелік. Алла тағала бір қатар Құран аяттарында адамды халифа етіп жаратқандығын білдірген. Яғни ұлы жаратушыны танып біліп, ғалам атты ұлы көрмедегі әрбір теңдессіз көркем туындыға тамсанып, ұлы шебердің құдіретіне бас иіп, өзіне берілген нығметтерге шүкірлік ету, жер бетін гүлдендіріп көркейту, міне осылар адамның халифа ретіндегі түпкі миссиясы. Яғни адамға жер бетін көркейту үшін Алла өз атынан өкілеттілік берген. Халифалық Алла мен адам арасындағы осынау қасиетті өкілеттілікке айтылады. Ғаламды гүлдендіріп көркейту үшін адамға ақыл сана, қабілет қарым, мол мүмкіншілік берілген. Адам өзіне жүктелген ұлы миссияны орындау үшін әрдайым дамуға, кемелденіп жетілуге міндетті. Адамға жүктелген халифалық міндетті Алла мен адам арасындағы қасиетті өкілеттілік дедік. Осы өкілеттілікті қарапайым мысалмен түсіндіріп көрелік. Айталық, кез келген шетелдегі өкілетті елші өзін жіберген мемлекеттің атынан рұқсат шеңберінде ғана жұмыс істейді. Оның артында жеке мемлекет тұрғандықтан үлкен құзыретке ие. Сол құзыретті пайдаланып, мемлекеттің мүддесіне сай қызмет етеді. Мемлекет атынан әрекет еткендіктен өзі өкілдік еткен елдегі биік мансап иелерімен оп-оңай кездесіп, кіммен болса да жүздесе алады. Бірақ өкілеттілігін асыра пайдаланып, мемлекет рұқсат етпеген істерге бас сұғу жазаланады. Өйткені өкілеттіліктің аты да айтып тұрғандай, белгіленген шеңберден шығуға болмайды. Сол сияқты адам да Алла міндеттеген өкілеттілік шеңберінде әрекет етуге міндетті. Адам баласына жаратушы тарапынан мына дүниені көркейтуге, гүлдендіруге үлкен мүмкіншілік, өте ауқымды шеңбер, сан алуан қабілет, қарым берілген. Кез келген істі бисмилля деп Алланың атынан бастауымыздың сыры осында жатыр. Бұл Алланың атынан әрекет ету деген сөз. Ал адал мен арамды Алла берген осынау өкілеттіліктің ұлықсат пен тыйым шеңбері деуге болады. Жоғарыда атап өткеніміздей, өзіне сенім артып, өкіл етіп жіберген мемлекетін мойындамай, ешбір шектеу шекарасыз өз қалауымен әрекет еткен жағдайда өкілетті елші жазаланатын секілді, халифалық міндет алған пенде де Алланы мойындамай, адал арам демей, ұлықсат шеңберінен шыққан жағдайда жауапқа тартылуға лайық болады.
Адам өзіне жүктелген осынау халифалық миссиясын ұмытып, Алла мен өз арасындағы өкілеттілік жібін үзіп, дербес әрекет етуге талпынған кезде өмірдің мәні мен мына дүниеге жіберілу миссиясын, ұлы мақсатын жоғалтып алады. Кез келген жеміс бұтағынан, яғни өзегінен ажырағанда шіріп бүлінетін секілді, адам да Алласынан алыстағанда бұзыла бастайды. Барлық рухани проблемалар осы жерден бастау алады. Өйткені ұлы мақсаты жоқ, басы бос адам, кеудесі қаңыраған қуыс адам. Мұндай адам көбіне мазасыз күй кешеді. Мұқағали ақын айтпақшы, демалыс Кавказ Қырым барғаның, бәрі өкініш, өзіңді өзің алдауың, қалай үзіп қайда тығып тыншисың, тыным бермес ойларыңның жалғауын. Ішкі бостықтан туындаған мазасыздықтан құтылу үшін дүние, атақ, мансап, тән рахаты секілді уақытша дүниелермен өзін алдарқатып өмір сүреді. Бірақ бәрібір шынайы жан тыныштығына қол жеткізе алмақ емес. Адамның көбі ұрпағын бағып-қағып өсіріп жеткізуді өмірдің негізгі мақсатына телейді. Әрине, ұрпағыңды жеткізу үлкен аманат, бірақ бұл ұлы мұрат емес. Алланың адам табиғатына қойған табиғи мейірім мен жанашырлықтан туындаған жауапкершілігі мол абыройлы міндеті. Нақтырақ айтқанда, ұлы мақсат аясында атқарар асыл борышымыздың бірі болмақ. Егер ұрпақ үшін өмір сүру адамзаттың ең ұлы мақсаты, өмірдің түпкі мәні болғанда, перзенті жоқтардың немесе ұрпағы қайырсыз болғандардың мына дүниеде ғұмыр кешуінің ешбір мән мағынасы қалмас еді. Тіршілікте жасалатын әрбір істің өзіндік мақсаты мен мәні бар. Мысалы, оқып білудегі мақсат мықты маман болып, өзіңе, еліңе, азаматқа пайдаңды тигізу. Бұл кіші мән. Ал осының бәрін Алланың ризашылығы, яғни жаратылудағы түпкі миссияңды орындау үшін жасау үлкен мән. Абай айтқан, адамдықтың қарызы дегеніміз осы. Кемел адам бар ғұмырын, әрбір ісін осылай жаратқанның қалауына сай реттей алатын адам. Өмірдегі кез келген жетістікті, яғни кіші мәнді, ұлы мұрат пен биік мақсатқа, яғни өмірдің мәніне байлай алмаған адам атақ, мақтау, марапаттау сияқты пенделік әрекеттерге әуес келеді. Әрбір істе мән бар, соны іздеңіз. Өмірде алға қойған мақсатың белді бекем буып, шарқ ұрып іздеген жетістігінің мәні не? Бай болсам деп жүгіресің, қымбат көлікке, зәулім үйге қол жеткізсем деп ұмтыласың, мансабым жоғарыласа деп тыраштанасың, қыз күйеуге шықсам, жігіт сұлу құшсам деп армандайды. Бірақ осының бәрі не үшін? Осы арман мақсаттың негізгі мәні не деген сұрақты өзіңізге қойып көрдіңіз бе? Егер ел кимегенді киейін, жұрт ішпегенді ішейін, жалғанды жалпағынан басып, шалқып өмір сүрейін, жұртқа пәрмен беріп мөр басайын дейтін қара бастың қамынан, нәпсілік қалаудан әрі аспайтын пиғыл басым болса, мұндай байлықта, мансапта өз иесін бақытты ете алмайды. Керісінше кесір болып жапсады. Зәулім үйде тұрсам, басқаға үйімнің кеңдігі мен көркемдігін көрсетіп мақтансам деп, жан рахатын биік ғимарат пен кең үйден іздесең, қателесесің. Қанша үлкен болса да, ішінде жан жылуы болмаса, ол үйге бақыт қонақтамайды. Бұған ат шаптырым зәулім үйде тұрса да, күйзелісте жүрген талай жанның өмірі куә. Уақыт өткізбей тезірек күйеуге шығып алайын, отырып қалған кәрі қыз дегізбейін деген бақа есеппен тұрмысқа шықсаң, қателесесің. Іздегеніңді уақытша табарсың, бірақ бақытты бола алмайсың. Өйткені сен тұрмыс құрудың негізгі мәнін түсіне алмадың. Кейбір жастардың көп күтпей ажырасып тынатыны сондықтан. Дәулетіңмен ізгі істі мұрат етсең, қандай жақсы, мансабыңмен жұртыңа пайдаң тисе нендей ғажап. Шаңырағыңның ұйытқысы, отбасыңның жылуы, ардақты ана, аяулы жар, кішіпейіл келін бола алсаң, отбасы болудағы мақсат та мән де осы емес пе? Осының бәрін ұлы мұратқа, үлкен мәнге байлай алсаң, адамдықтың қарызын өтеген боласың. Ең ізгі адам. Қан баласында қазақтың қақысы бар. Тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын. Әлихан Бөкейхан. Шәкәрім Құдайбердіұлы 1912 жылы Айқап журналы арқылы
білімділерге қойған пәлсапалық күрделі сұрақтарының бірі ең жақсы адам қандай кісі деп келеді. Дәл осы сұрақты пайғамбарымызға сахабалар да қойған болатын. Алла елшісі адамдардың арасындағы Аллаға ең сүйікті адам адамдарға көбірек пайдалы болған кісі. Аллаға ең сүйікті іс адам баласына қуаныш сыйлау, біреудің қиыншылығын кетіру, қарызын жабу, аш адамның қарынын тойдыру болмақ. Бір адамның мұқтаждығына болысып уақыт өткізу мен үшін мына мешітте бір ай оңашаланып құлшылық жасағанымнан да абзал деп жауап берген екен. Демек, адамзатқа кімнің пайдасы көбірек десе, сол адам Алланың ең сүйікті құлы. Ең әуелі аманатың бала-шағаңа, ағайын-туысқа, айналаңа, халқыңа пайда келтіру болса, ол үшін өзің жан-жақты жетілген, барынша кемелденген тұлға болуың керек. Ғұмырын ұйқымен, қысыр әңгіме, арзан әзіл, ойын-күлкі, бос сандалумен өткен адам ел түгілі қара басына пайда келтіре алмайды. Білімнен жұрдай, бойындағы қарым-қабілетінен аша алмаған кісінің қоғамға пайда болуы екі талай. Міне сондықтан шәкәрім данышпан мына бір өлеңінде: адамдық борышың халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай ар сақта оны біл, талаптан да біліммен өнер үйрен, білімсіз өнерсіз болады ақыл тұл, мақтанға салынба мансаптың тағы үшін, нәпсіңе билетпе басыңның бағы үшін, өміріңді сарып қыл өлгеніңше, жоба тап жол көрсет келешек қам үшін. Қайтадан қайырылып қауымға келмейсің, барыңды нәріңді тірлік тебергейсің, ғибрат алар артыңа із қалдырсаң, шын бақыт осынық, мәңгілік өлмейсің деп пенде баласын адами борышын өтеуге, ал оны өтеу үшін білімді өнерлі болуға шақырады. Абай басқаға пайда тигізу Құдайдың нағыз жолы екенін айтады. Дүниеде түпкі мақсатың өз пайдаң болса, өзің ниһаяттылсың. Ол жол Құдайдың жолы емес. Ғаламнан жиылсын, маған қиылсын, отырған орныма ағып келе берсін деген ол не деген ынсап. Не түрлі болса да, я дүниеңнен, я ақылыңнан, я малыңнан ғадалат, шапағат секілді біреулерге жақсылық тигізбек мақсатың болса, ол Құдайдың жолы. Демек, адамның өмірге келгендегі міндеті басқалардан пайда көру емес, керісінше айналасына қызмет етіп, пайдалы өмір сүру. Осыны толық түсінген кезде ғана ол шынайы бақытқа қол жеткізеді. Көкірегі қуанышқа толады. Бұл жолда кездесетін қиыншылық пен сәтсіздікке мойымайды. Бойына сарқылмайтын жігер мен алапат қуат ұялайды. Нәтижесінде ол сөзсіз жетістіктің тұғырынан табылады. Жаратылыс ағашының мәуесі. Адам айналасына ғибрат көзімен қараса, жарығы мен жылуын мейірлене төккен алып күннен бастап әрбір жаратылыс өзіне бағынышты түрде қызмет етіп, жүгіргенін сезініп, өзінің халифа екендігін ұғады. Егер адам баласы өзін Алла ардақтап жаратқан ғажайып болмыс екенін терең түсінсе, бүкіл періште оған сәжде ететіндей ардақты жаратылыс екенін сезіне алса, сөз жоқ кемелденуге ұмтылар анық. Өйткені адам жаратылыс ағашының мәуесі. Адам бүкіл ғаламның кішірейтілген қорытынды нұсқасы. Адам Алланың көркем есімдері сәулесі ең көп көрініс тапқан ерекше жаратылыс иесі болғандықтан тұла бойы тұнып тұрған қабілет қарым. Мысалы, Алла әлем, яғни шексіз білім иесі. Осы сипаттың сәулесі басқа жаратылысқа қарағанда адамзатқа молынан түскен. Қазіргі дамып жатқан ғылым білім осының көрінісі. Алла әрбір жаратылысқа ерекше бейне беріп, көркем жаратқан ұлы шебер. Бұл сипаттың сәулесі кімге көбірек түссе, сол адамның бойынан сан алуан өнер шығады. Алланың кәлам атты сипаты бар. Сөз зергерлеріндегі қабілет Алланың осы сипатының адам бойындағы шағылы болмақ. Адам бойында ашылмай мүлгіп жатқан шетсіз, шексіз қасиет қабілеттер кемелденуді тілейді. Ашылмаған әрбір қабілет бейне бір көзі аршылмаған бұлақ іспетте сылдырлап ағуды қалайды. Қатты топырақты жарып, жарыққа шығуға талпынған дәнекке ұқсап күннің көзін іздейді. Бейне бір мәуелі ағаш тәрізді жеміс беруге асығады. Көбіне адам баласының бақытсыздығы мен жанының жабырқауы, тіпті күйзелуі іште ашылмай тұншығып қалған қабілеттерден туындайды. Адамға берілген осынау қабілеттер ертең қияметте
ұлы жаратушы тарапынан сөзсіз сұралады. Құранда ол күні сөзсіз сендерге берілген барлық нығмет жақсылықтардан сұраласыңдар делінген. Ендеше бойымызда қолданылмай мүлгіп жатқан қабілет, дұрыс пайдалана алмаған барша мүмкіншіліктен сұраламыз. Олай болса оқы, ізден, талпын, үйрен, жаса, тағы да жаса. Құранның алғашқы аяты оқы, жаратқан Раббыңның атымен оқы делінген. Әрдайым есіңе сақта. Ішкі әлемінде жетістікке ұмтылған жан ғана сыртқы әлемде жетістікке жетеді. Өзің өзгергенде айналаң да тіпті әлем де өзгереді. Өздеріңді өзгертпейінше Алла тағала сендер тап болған жағдайды өзгертпейді. Ендеше өзіңді таны, әлемді біл. Іштен ғана ашылатын сыр сандығыңның кілтін тап. Кемелдікке қарай қадам бас. Жетістікке жету қағидалары. Өмірдің мәнін біл. Арманда, мақсат қой. Саған қатысы жоқ пайдасыз істерді тәрк ет. Қолыңнан жақсы келетін сүйікті ісіңмен айналыс. Жоспармен жүр, батыл бол. Харекет етіп жаратқанға тәуекел жаса. Әрекет амалдарыңды әрдайым қадағала. Табандылық таныт, кідіріс жасап айналаңа қара. Өткенді сараптап келер күнді бағамда. Денсаулығыңды күт, отбасыңа, туған туыстарыңа көңіл бөл. Айналаңмен жақсы қарым-қатынаста бол. Адамдарға пайдаңды тигіз. Ұдайы жетіліп, шеберлігіңді шыңда. Шүкір етіп, құлшылық жаса.